Алматыда көрнекті ақын, қоғам қайраткері, дипломат әрі зерттеуші Олжас Сүлейменовтің шығармашылық жолына арналған мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Көрме ақынның 90 жылдық мерейтойына орай оған мәдениет пен өнер өкілдері, жазушылар, архив мамандары және Олжас Сүлейменовтің шығармашылығын құрметтейтін зиялы қауым қатысты. Жиында ақынның қазақ әдебиеті мен мәдениетіне қосқан үлесі, қоғамдық қызметі және шығармашылық мұрасы туралы айтылды. Іс-шара барысында ақынның өмірі мен шығармашылық жолының әр кезеңінен сыр шертетін архивтік фотоқұжаттар көпшілік назарына ұсынылды. Көрмеде Олжас Сүлейменовке қатысты тарихи материалдар қойылды. Мәдени шараны орталық мемлекеттік кино фотоқұжаттары және дыбыс жазбалары архиві, Алматы Museum of Artists музейі және ЮНЕСКО аясындағы мәдениеттерді жақындастыру халықаралық орталығы бірлесіп ұйымдастырды. Көрме арқылы оқырман мен көрерменге ақынның шығармашылық мұрасы, ел мәдениетіне сіңірген еңбегі және рухани құндылықтары кеңінен таныстырылды. Қазақстанға ресми сапармен келген Черногория президенті Яков Милатович Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде болды. Шетелдік мейман музей экспозицияларымен танысып, қазақ халқының тарихи мен мәдени мұрасын танытатын құнды жәдігерлерді тамашалады. Сапар барысында оған ұлттық музейдің негізгі залдары бойынша экскурсия ұйымдастырылды. Экскурсия соңында Яков Милатович музейдің құрметті қонақтар кітабына қолтаңбасын қалдырды. Айта кетейік, Черногория президентінің Қазақстанға бұл сапары екі ел арасындағы байланыстарды нығайтуға бағытталған ресми шаралар аясында өтіп жатыр. Тараптар саяси, экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылауда. Балқаш қаласында халықаралық волонтерлар форумы өтіп, оған бірнеше елдің еріктілері мен жастар ұйымдарының өкілдері қатысты. Халықаралық басқосу Қазақстан, Әзербайжан, Үндістан, Қырғызстан, Түркменстан, Түркия және Өзбекстан елдерінен келген қатысушылардың басын қосты. Форум волонтерлік қозғалысты дамыту және жастар арасындағы ынтымақтастықты нығайту мақсатында ұйымдастырылды. Жиын барысында қатысушылар еріктілер саласын дамыту, тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу және халықаралық жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады. Сонымен қатар түрлі елдердегі волонтерлік бастамалар таныстырылды. Форум аясында жастар көшбасшылары мен волонтерлік ұйым өкілдері өзара байланыс орнатып, алдағы бірлескен жобалар туралы пікір алмасты. Айта кетейік, шара Балқашта өткен Балқаш Тур Фест 2026 фестивалі және халықаралық волонтерлар жылы аясында ұйымдастырылды. Қазақстанда әскери өмірді арқау ететін жаңа Сарбаз 2.0 телесериалының түсірілімі басталды. Жаңа туындыда сарбаздың күнделікті қызметі, әскери ортадағы жауапкершілік пен тәртіп мәселелері көрініс табады. Жоба ел жастарына отансүйгіштік құндылықтарды насихаттап, әскери қызметтің маңызын көрсетуге бағытталған. Телехикая арқылы көрерменге әскери саладағы түрлі оқиғалар, жауынгерлердің өмірі мен олардың ел алдындағы міндеттері туралы баяндалады. Шығармашылық топ туындыны шынайы әрі әсерлі етіп жеткізуді көздеп отыр. Айта кетейік, Сарбаз 2 атауы бұған дейін де әскери қызметшілерді қолдауға арналған бағдарламамен де байланысты қолданылған. Аталған бастама сарбаздардың білім алу мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.